Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Болған оқиға ізімен. Өзі шыр етіп дүниеге келіп, кіндік қаны тамған киелі жерге құмардың жамбасы тиді. Ауыр міндетті абыроймен атқарған Зүбайда қалаға қайта оралды. Алайда күндіз ылғи бір көңілсіз көріністер көңілінен кетпей қойсын. Дегелең тауының баурайындағы мүлгіген қалың қорым. Меңіреу ауыл. Қара жолдың шаңын бұрқырата сол ауылдан шыққан жалғыз көлік. Сол қашан көз ұшында бұлдырап көрінбей кеткенше, қара жолдың бойында қалқия қарап тұратын ақ жаулықты қарт әйел. Ал түнде көз ілінсе болды, терең шұңқырдың ішінде саудыраған сүйектерді қапшыққа жинап, салып отырады. Жалғыз өзі. Кей-кейде қолын тапса, аяғын таппай, жан тері шыға қиналып жатып, оянып кетуші еді. Ол үшін күллі тіршілік тоқтап, уақыт бір орында тұрып қалған секілді. Туыс туғандары өлінің артынан өлмек жоғын, тірі адам тіршілігін жасайтынын айтты. Ұрысты. Алайда терең қайығы оны тұңғиығына тарта берді. Өз бетінше тырбанып шыға алмады. Тіпті шығайын деп те ойламады. Ақыры жұрттың бәрі теріс айналды. Ең жақын құрбылары да, барлығы да түңілді. Оны тіпті ауыр қайғыдан санасы аз кем ауытқығанға санаса да өздері білсін. Жұрт не десе де о десін. Бұған сол сөздердің еш қатысы жоқтай. Жылда демалысқа шығысымен ауылға тартатын. Енесі екеуі бір-біріне сүйене қара жолға түсіп ап, құмар марқұмның басына барушы еді. Биылда жылдағыша оның мәңгілік мекеніне жаяулата барып, ауылға қарай үнсіз ілбіп келе жатқан. Жасына жетпей қайғыдан белі бүгіліп, қанша уақыттан бері ләм-мим деп жағашпай үнсіз қалған енесі кенет бір әңгіменің шетін қылтитты. Бала кезінде осы құмарым кітаптан бас алмайтын. Жолдас жоралары ойнайық деп үйге келсе, оларға қосылғысы келмейтін. Апа, мені жоқ дей салшы деп жалынатын. Бір жағынан жарығым, кітап қызығынан шыға алмайтын да болар. Бірақ бірде, балам-ау, бар адамды қалай үнемі жоқ дей берем? Ойынға шыққың келмесе, балаларға себебін өзің айт. Жоқ деген сөзді жиі айта берме. Жоқтың түбі жоғалар деген сөз бар деп кейігем. Жарығым мені мазақ қып күліп. Ой, апау, соның бәрі соқыр сенімнен шыққан сөз. Қайтесіз әрліге сеніп деген. Міне, енді жоғалғаны емей немене, артында ең болмаса, баласы да қалған жоқ. Деді де егіле жылап жіберді. Содан бұл қалаға аттанар алдында ғана тілге келді. Қарағым, сен болмағанда жалғызымның баласы түгілі, моласына да зар болып қала жаздап ем. Мен саған ризамын. Өлі риза болмай, тірі байымайды деген ғой. Құмарымда о дүниеде сені желеп жебеп жатыр. Тірі адам тірлігін жасайды. Бақытың ашылсын, деді тебіреніп. Келініне аналық ақ батасын берді. Қанша жылдан соң. Сол күні Зүбайда уайым қайғысыз жаңа туған жас нәрестедей қатып ұйықтап, құстардың мың құбылған үнінен сергі боянды. Терезе алдындағы биік талға қонған титімдей құстың құйқылжыта салған әніне сүйсіне құлақ түріп біраз жатты. Құдай-ау, күміс қоңыраудай сыңғыр-сыңғыр етеме тіпті. Таңмен таласа, тамылжыта ән салатын бұл не құс сонда? Әлде, әлгі талай ақын таңдай қаға тамсанып, өлең жырына арқау еткен сандуғаш деген осы ма екен? Тоқтық тартқан жас нәресте құсап, кенет көгершіндер уілдеді. Тынымсыз шырылдаған бос торғайлар дейсің бе, бәрінің кеудесін кернеп бара жатқан ненің қуаныш екенін кім білсін. Тіршілік қорына шама шарқы жеткенше барлығы да үн қосуда. Әйтеуір бір шаттық, бір масайрау, бір сайрау. Егер осынау әлемде бұлардың бірі де қалмай, бүкіл дүние құлаққа ұрған танадай тынып тұрса, мылқау тірліктің сәні болар ма еді? Құдай-ау, бұлардың да бәрінің болғаны қандай тамаша. Осынау арайлап атып келе жатқан таң шапағымен бір ата бастаған жас шыбықтарды аман көрудің өзі не деген бақыт.
Тәубе, тәубе. Құстарда жұдырықтай жұмыр жерімізді оттан, судан, зілзаладан, соғыс өртінен, адам қолымен жасалатын апаттардан сақтай көр, деп ұлы жаратушыға жапа-тармағай жалбарынып жатқандай сезілді. Бәрі де өз тілдерінде. Зүбайда да өз танымайтын, әлемнің түкпір-түкпірінде тіршілік етіп жүрген адал жүректі жандардың бәріне түгел береке, бірлік тіледі. Осы шуақты күнді көре алмай кеткен құмарының жайын жәннаттан, жанын рахатта қыла көр деп Аллаға жалбарынды. Риясыз сезімі көзінен мөп-мөлдір моншақ боп ыршып шықты да, тап-таза бұлақтай тарам-тарам ағып, бетін, омырауын жуды. Сол күні жолға шықты. Бойынан бір ауыр жүк түскендей, тұла бойы жеп-жеңіл. Еңсесі басқан зілмауыр қайғының ізі де жоқ. Жүрегі себепсізден себепсіз қуанышқа бөленді. Сол қуаныштың әсерімен үйге келе сала, құлшына іске кірісті. Алдымен көзге түскені, қанша уақыттан бері шаң басып, кірлеген, күнжеп сарғайып кеткен терезе перделер еді. Пытырлата жұлып алды да, қоқыс шелекке атып ұрды. Көптен қараусыз кеткен үйдің бір сау дүниесі жоқ екен. Ұсақ гүлді түсқағыздардың да өңі кетіп, бояуы өше бастапты. Тіпті әр жері ырсия ашылып кетіпті. Оны да енді байқады. Күнге қорап тұрған қағазды дар-дар еткізе сыпырып алып, ауладағы қоқыс салатын жәшіктерге тасумен болды. Құшақ-құшақ қағазға шырпы тегізіп ет гу ете түсті. Жалпылдаған жалынға қарап тұрып, жалмажан ойына не түскенін қайдам, дереу ішке жүгірді. Құмар екеуінің терісінген көрпе жастықты құшақтап шықты. Жалаңдаған қызыл от тілімен жалап жоқтап, бәрін лезде жоқ қылды. Қанша жылдан бергі барлық қайғы қасіреті сонымен бірге өртеніп кеткендей. Зүбайданың бір түрлі жаны тазарып қалды. Сыртқы есікке жапсырылған сан алуан хабарландырулар арасынан өзіне керегін тауып, телефон тұтқасын қолға алды. Алло, сәлеметсіз бе? Ұсталған үй жиһаздарын арзан бағаға сатып алам деген екенсіз. Менің дүние мүлкімді келіп көруіңізге болады. Өзіңіздің мырзалығыңыз білсін, қаншаға алғыңыз келеді? Мекен жайымды жазып алыңыз. Жарайды, келістік, рахмет. Сәлеметсіз бе? Маған құрылысшылар керек еді. Жоқ, бір бөлмелі пәтер. 1-2 аптаның ішінде бастан аяқ әктеп, сырлап бітіре аласыздар ма? Жарайды. Ойланып, ертең хабарласайын. Телефонды орнына қойыр қоймастан дереу киім шкафын ашты. Самсап салбырай ілінген сан киімнің ішінде көңіліне қонар ештеңе жоқ. Сәннен шығып қадыры кеткен көйлек көншектер. Қанша жылдан бері үстіне ілінгенді киіп, өзіне мүлде көңіл аударуды қойғанын енді ұқты. Барлық киімін түгел нығыздап тұрып, үлкен қапшыққа салды. Сөйткенше болмай, есік қоңырауы шірете қалғаны. Есікті ашып еді, жасы егде тартқан ерлі зайыпты 2 адам екен. Әлгі жиһаздарды көруге келіпті. Алайда олар бұның дүние мүлкін емес, пәтерін саудалауға келгендей. Бірден, мынау пәтеріңізді айырбастайсыз ба? Біздікі 2 бөлмелі су жаңа, соны берсек. 7-ші этажда, бірақ шет жақта есесіне жаңа мөлтек аудан. Осы таяуда салынған үй, әлі ішіне кіргенде жоқпыз. Ас үйінің өзі ат чаптырым. Балконы да кең, терезесін жауып алсаңыз, оның өзі 1 бөлме болады да шығады. Сендер сияқты жастарға как раз сондай кең квартира керек қой. Келімді кетімді қонақтарыңыз бар шығар. 2-3 балалы болғанша тұра тұруларыңызға болады. Сосын бастарыңыз жас, күйеуіңіз, екеуіңіз кең коттедж салып аларсыздар кейін, дейді бұйра бас сары әйелі. Қайдағы күйеуді көріп тұрсыз? Деп ренжімей, оның сөзіне үнсіз құлақ түрді. Қасындағы қасқа бас қара шалда үн жоқ. Аузыңызға май, апай. Менің пәтерімнің несі ұнап тұр сіздерге? Көптен жөндеу көрмеген, оның үстіне 1-ші қабатта. Егер шынымызды айтсақ,
Біз бұнда тұрмаймыз да, бұрынғыша саяжайда тұра береміз. Таза ауа тып-тыныш. Ал мынау өте қолайлы жерде екен квартирант жіберуге. Суточный, почасовый дегендей, балалардан қайыр жоқ. Бәрінің де өз бала-шағалары бар. Соларын бағып алса да аз емес. Қазіргі зейнетақыны өзіңде білесіз. Соған қосымша болама дегеніміз ғой. Бұрынғы ескі үйіміз сносқа кеткен. Сосын соның орнына берілген жаңа квартира ғой. Құла дала, іші ат шаптырым, стадион сияқты. Ондай үлкен плашатқа квартирант табыла бермейді ғой. Оның үстіне орталықта емес. Сауда сақал сипағанша. Түске дейін ескі құсқыларын өртеген Зүбәйда түс қайта үйін айырбастауға келісем деп ойлап па. Айналдырған бір аптаның ішінде құжаттарын реттеп көшуге дайындала бастады. Не дайындық керек? Тіпті осы үйден әкететінде ештеңе жоқ. Бәрі осында қалады. Жиһаздары да, төсеніштері мен ыдыс-аяғы да. Жаңа үйге ескі өмірін еске салатын ештеңе апарғысы жоқ. Құмар екеуінің бірге түскен фотосуреттерінің бәрін ана жылы апасы аттай қылып ауылға әкеткен. Сағынғанда қарап отырайын деп. Оның жинаған біраз кітабын өзі қызмет істеген әскери бөлімшенің кітапханасына өткізген. Зүбәйда алдымен үй маңындағы моншаға барды. 2-3 сағаттай ыстық буға отырды. Шаштаразға барды. Көптен бері қолаң шашын желкесіне буа салып жүрген. Сәнмен қидырды. Сосын асықпай тырнақтарын әдемлетті. Ертең таң ата оны мүлде жаңа өмір күтіп тұрған сияқты. Таң атар атпастан Зүбәйда көшеге шықты. Мойнына ораған көгілдір жібек орамалымен түстес аспан бүгін шайдай ашық екен. Зеңгір көкте бір шөкім бұлт жоқ. Күнде жарқырап тұр. Жалтырата сүртілген алтын алқа сияқты. Ауладағы алма ағаштары әппақ гүлгеораныпты. Ақ көйлек киген қалыңдықтай. Кеше ғана сыдиып тұр еді. Бір түнде жасанып шыға келгенін көрмейсің бе бәрінің? Толассыз толқындардай лек-лек ағылған көліктерге қол көтерді. Пілдей жіптерді жап-жас қыздар қалай иереді деп таңғалды. Тұсынан зуылдай өтіп жатқан түрлі түсті мың сан машинаға сүйсіне көз тігіп. Су жаңа көліктер қандай көп. Бәрі көздің жауын алады. Ақыры Зүбәйданың қасына сүттей ақ Мерседес тоқтады әйтеуір. Ішке үңіле беріп, ток соққандай дір етті. Құдай-ау, мына бейтаныс жігітпен өзінің құмары ұқсай ма қалай? Әлде көзіне солай елестеді ме? Қатты абдырағаны сонша аузына сөз түспей қалсын. Бұндайда ұқсастық болады екен-ау. Бет әлбеті ауымаған сол. Жоқ, одан гөрі егделеу сияқты. Самайын аздап ақшала бастаған. Бұл аптыға алабұртқан жүрегін әзер басты. Бүгін шаруам көбет, көліксіз бітпейтін түрі бар. Маған тұтас бір күніңізді қияласыз ба? Егер басқа жұмысыңыз болмаса, бәрібір такси ұстаймын ғой. Әркімге төлегенше ақшаны бір жола сізге берейін, деді. Жарайды, маған бәрібір, қолым бос. Бәрібір адам тасып жүрмін ғой. Сонымен қай жаққа барамыз? Деді ол Зүбәйданың бір ысып бір суып, мұң құбылған жүзіне қызыға қарап. Әуелі үйге төсек орын сатып алу керек, сосын ыдыс-аяқ, сосын тамақ сатып алайық. Ал киім-кешекті кейін өзім асықпай ала жатармын. Күте-күте, сіздің ішіңіз пысып кетер, ұзақ таңдап жүріп қалсам. Жаңа пәтер алдыңыз ба? Солай десем де болады. О, құтты болсын. Ақыры күні бойы қасыңызда жүреді екем, бір-біріміздің атымызды білгеніміз дұрыс шығар. Танысып алайық. Менің атым Құрман. Кешіріңіз, Құмар дейсіз бе? Шынымен Құмар ма? Сіз қайда істейсіз? Деп оның бетіне жылт қараған Зүбәйданың аузына басқа сөз түспей қалды. Құмар емес, Құрман. Бұрын офицер болғам. Таяуда отставкаға шықтым. Неге сұрадыңыз? Жоқ, жай. Сіз өзіңізді таныстырмадыңыз ғой? Солай ма? Құрман дедіңіз бе? Менің атым Зүбәйда. Сізге не болды? Түріңізде, үніңізде
бір түрлі өзгеріп кетті ғой. Жоқ, жай машинаңыздың іші өте ыстық екен, аздап терезені ашса қайтеді. Зүбайда толқуын сездіргісі келмей, сыртқа қарап өз ойымен өзі үнсіз отырып қалды. Анда-санда ұрлана көз қиығын тастайды. Бейтаныс жүргізуші одан көрі сәл мосқалдаума қалай? Өңі қара торы. Мұның құмары бидай өңді жігіт болатын. Бұл да кең иықты. Қаздайып отырысы алмайды екен. Екеуі күні бойы қанша жерді бірге аралады. Артық сөзі жоқ. Сабырлы жігіт сияқты. Ас ішетін үстел, орындықтармен жұмсақ диванды бөтен біреу емес, тап бір өзі сатып алатындай, жақсылап қарап, асықпай таңдады. Бір тәуірі, дүкен қожайындары ақшасы төленген жиһаздарды үйге өздері жеткізіп салады екен. Ыдыс-аяқ алуға келгенде, Құрман ештеңеге араласпай, тек қана Зүбайданың алған заттарын көтерісті. Артынып-тартынып, жаңа пәтерге жеткенше ымырт түсті. Келіншегіңіз, сіз кешіккен соң ойымда отырған шығар, Құрман. Дей бергенде, Зүбайданың қалта телефоны шірете қалды. Жиһаз дүкенінің адамдары келіп, үйдің жанында күтіп тұр екен. Бұлары дереу зымырап отырып үйге жетті. Жұмысшылар абыр-сабыр заттарды ішке таси бастады. Сіз үйіңізге асығып тұрған шығарсыз, көп рахмет, деп Зүбайда оның қолына қомақты ақшаны ұстата беріп еді. Ол: жоқ, рахмет, үйіңізге берген көрімдігім болсын, алмаймын, деп басын қашып, дереу машинасын оталдырды да жүріп кетті. Қызық адам екен өзі. Таңертеңнен кешке дейін жүргенде тапқан ақшан қайда деп, әйелі ренжімей ме? Деп болды аң-таң. Зүбайда көп ұзамай қайтадан жолға шықты. Жаңа жерге қоныс аударғанын апасына өз аузымен айтпақ боп. Бұл кетісімен енесі есеңгіреп, кешке дейін үйге кірмей, есік алдында жүріп алса керек. Кешкісін төсек тартып жатып қалады. Оты жағылмаған мұздай үйде жалғыз өзі. Бір жұтым су қайнатып ішуге шамасы келмей. Ертеңіне қой ешкілері аштан-аш тал түске дейін қорада қамаулы тұрады. Өріске шығарылмай. Ауыз жаппастан маңыраған малдар іргелес көршілердің көңілін аударса керек. Қанша дегенмен аталас, ілік шатыс ағайын адамдар емес пе? Зүбайда келгенде, олар алма-кезек отын жағып, шайын қайнатып, ұсақ тұяқтарына бас көз боп жүр екен. Құмарым үйіне келіпті. Кәмәндірі бір жаққа жіберген ғой, құпия тапсырмамен. Оны бізге айтама. Ертең қалаға кетем. Мен жоқта мынау топалаң келгірлер өздеріңе аманат. Үй жаққа да көз қырларыңды салып жүріңдер. Бала-шаға тереземді сындырып кетпесін. Деп келген кеткенге сандырақтап, сайрап жатыр екен. Күрт көтерілген қызудың әсері болса керек. Күтпеген жерден келіні жетіп келеді деп кім ойлаған? Бұны көріп көршілердің де көңілі босады. Зүбайда бірнеше күн бабын жасады. Мезгіл-мезгіл ыстық сорпа беріп, қасынан шықпады. Беті бері қарағасын. Қалаға кетіп, дәрігерге көрсетем апа. Ауылға күн жылығасын, бірақ келес. Өзіңіз ауырып жүргенде от жағып, су тасу ауыр болады сізге, деп кесіп айтты. Ой, пырмай, мойныңа масылдат қып мені қайтейін дебең, қарағым, дейді ол жас балаша жаутаң қағып. Ой, баяу, жердің түбінен іздеп келгенде келініңнің меселін қайтарма, бара бер. Азын аулақ малыңмен үй жайыңа алаңдама. Қара орманда еліміз ғой, қарармыз. Өзіміздің де кесапат келініміз бағу түгілі. Анда-санда бара қалсақ, дұрыстап шайда бермейді. Ұлың адал болсын деп тілеме, алғаны адал болсын де. Деген осы болар. Алла тағала адал сүт емген келін бергенне тәубе десейш. Деп көрші кемпір көзін сулап алды. Сол күн-ақ әй шайға қаратпай апасын қалаға ала қашты. Ертеңіне екеуі таң ала кеуінде артынып-тартынып пойыздан түсті. Әлі ауруынан онша айға қоймаған енесін Зүбайда вокзал ішіне қалқайта отырғызып қойды. Такси ұстамақ боп, есік алдына шығып, жан-жағын алақ-жұлақ қарап тұр еді. Зүбайда деген
қуанышты үнге жалт қараса, Құрман екен. Тап бір өзін құмар күтіп алғандай, жүрегі біртүрлі лүпілдеп, толқи қобалжып кетті. Қанша күн бойы қайда жоқ боп кеттіңіз? Үйіңіздің маңына күнде барам. Өткенде тіпті нешінші пәтер екенін де сұрап алмаппын. Сосын бәлкім аяқ астынан жол жүріп кетті ме деп, вокзал, аэропорттарды айналшықтап жүргем. Жүрегім сезгендей, деді ол қуана дабдырлап. Я, жол жүріп кеткем. Ауылға барсам апам ауырып қалыпты. Қалай әйтеуір, әйеліңізден сол күні құр алақын, әрі үйге кеш келгеніңіз үшін сөгіс алған жоқсыз ба? Сіз сияқты бір адам үйде асыға күтіп отырса, бұл әлемде менен бақытты адам болмас еді ғой. Қойыңызшы, осы жасқа келгенше үйленбей жүрген сүр бойдағы емес шығарсыз. Бұл енді аттың жалында, түйенің қомында айтылатын әңгіме емес. Асықпай сөйлесейін деп, сізді қанша күннен бері іздеп жүрген жоқпын ба? Жүріңіз, сосын сөйлесерміз. Апам іште, екі көзі төрт болып күтіп отырған шығар. Сіз заттарды ұстайсыз ба? Мен апамды сүйемелдейін. Апау, қалай, шаршамай аман сау жеттіңіз бе? Деп Құрман ақ жаулықты қарт әйелдің қасына таяна берген. Апау деген даусыңнан айналдым. Құмарым-ау, құлыным-ау, сорлы анаңды зар жылатып, қайда жүргенің осынша жыл? Деп шүйгедей кемпір еңгезердей жігітті тас қып құшақтай алсын. Дауысы сай сүйекті сырқыратады. Зүбәйда сасып қалды. Құрман: апа, сабыр етіңіз. Жыламаңызшы, дей береді. Тап бір өз анасын көргендей, оның да көңілі босап, қобалжып кетсін. Өшіп жанған шырағым-ау, сенің түрі жүргеніңді өзінде сезгем, деді кенет талықсып кетті. Құрман дереу шүйкедей кемпірді қолына көтеріп ап, дәрігерлік бөлімшеге жүгірді. Абыр сабыр жұрт. Талайлар келіп, талайлар кетіп жатқан үлкен ғимарат емес пе? Ешкім ештеңеге таң қалған жоқ. Жасы ұлғайған кісі ғой. Сірә жолдан қатты шаршаған болар. Қорықпаңыз, аздап демалсын. Сіздер есік алдына шыға тұрыңыздар. Ауаны тарылтпай, деді дәрігер әйел жүрегін тыңдап, жүйке тыныштандыратын дәрі салып, көшеткаға жатқызғасын. Есік алдына шыққасын Зүбәйда Құрманға ол кісінің басынан өткен өмірдің шет жағасын айтты. Апамның жалғыз ұлы, менің марқұм күйеуім, сіз сияқты офицер еді. Белгісіз жағдайда қайтыс болды. Әлі күнге жұмбақ. Қайран ана әлі күнге сенбей жүр екен-ау, баласының жоқ екеніне. Қанша жылдан бері бейітінің басына барып, Құран оқып жүрсе де. Бұл кісі жалғыз ұлын бір көруге зар болса, менде өмір бойы ана мейірімін аңсап жүрушем. Өз анам ерте қайтты, бала кезімде. Өгей шешемнің өз балалар болды. Әкем мені кішкентайымнан әскери оқуға берді. Бөтен әйелдің қату қабағына жотаңдамасын деген болар, қанша жыл елден шалғай жүрдім, деді Құрман толқып. Әкеңіз тірі ме? Жоқ, қайтыс болған. Көз жұмар сәтінде қасында боп, соңғы сөзін ести алмадым. Тіпті топырақ салуға да үлгермедім. Хабар кеш дейді. Соған әлі күнге өкінем. Иә, тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ деген расау. Қарап тұрсаң, осы өмірде 4 құбыласы түгел, мұңсыз, қамсыз, ешкім жоқ сияқты. Көп жылдары сырт жерде әскери қызметте жүрдім. Алған әйелімде Ресейден еді. Қазақстан өз алдына жеке мемлекет боп жатқан кезде елге қайтуға бел будым. Ит тойған жеріне, ер туған жеріне деген мақалды әкем марқұм көп айтушы еді. Алайда елімде жалғыз қызымда ізіме ермеді. Көңілім қатты қалды. Сосын барлық дүние мүлікті соларға тастап, соқы басым елге тартып кеттім. Қызметке тұрып пәтер алдым. Содан бері Құдай жалғыз, мен жалғыз. Тағдыр енді апам үшеуміздің басымызды осылай қосқан шығар, деді Құрман толқып. Талай сағынышты қауышулар мен қимастыққа толы қоштасуларға куә болған үлкен вокзалдың басы ызы шу қым-қуыт.
шу етіп, бір-бірін қуалап, мәз-мейрам ойнап жүрген балалар. Зүбайда да күні кеше осылардай ойын баласы еді-ау. Арманы да, мақсаты да көп болатын. Қас қағым сәтте басынан қаншама оқиғалар өтті. Шынымен ақ, өмір дегенің бір күндік сәулет екен-ау. Бұның кеуі өмірден өтті екен деп, күллі тіршілік қаңтарыла тұрып қалған жоқ. Тіпті анау ерсілі қарсылы жүрген жолаушылар Құмар деген жігіттің бұл өмірден өткені түгіл, бұл өмірде болғанын да білмейді. Күндіз түні пойыздардың келген кеткенін хабарлап, ауыз жаппай самбырлаған радио. Тарсыл-тұрсыл вагондар. Қарапайым пенде түгілі әлемдегі ең әйгілі, ең атақты, ең алпауыт біреу өлсе де, тіршілік тоқтамайды. Жалғаса береді, жалғаса береді. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.